Қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін біз тауық етін ерекше әдіспен жасап көретін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Алдымен тауық етін орташа көлемде осылай кесіп аламыз. Одан кейін бетіне тұзын, бұрышын, паприкаларды және де бұрыштардың қоспасын осылай сеуіп қоямыз. Табамызға сәл ғана сұйық майымызды құйып, енді дайын болған тауық еттен барлығын осы табаға салатын боламыз. Газды орташа етіп қоямыз, өйткені қатты болса күйіп кетуі мүмкін. Шамамен 4-5 минуттай бірінші бір жағын қуырып алатын боламыз. 3-4 минуттан кейін екінші жағын аударамыз. Сол кезде бізде екі жағы осылай қып-қызыл болғанша қуырылуы қажет болады. Екі жағын жақсылатып қуырып болғаннан кейін енді барлық тауық еттерін табадан түсіріп алатын боламыз. Сұйық майды тимейміз қазір, өйткені осы сұйық майымызға ұсақтап туралған пиязымызды қуыратын боламыз. Пиязымыз езілгенше, түсі сарғайғанша, дәл сол орташа газда жақсылатып осылай араластыра отырып, пиязды да қуыратын боламыз. Мінекей пиязымыз жұмсарып, түсі қызарды. Енді біздің тауық етімізге қазір қуырған кезде дәм беру үшін сәл ғана сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біздің соусымызға қоңыр түс беру үшін бір ас қасық ұнымызды салып, оны да араластырып, 3-4 секундтай ғана қыздар араластырамыз. Одан кейін жақсылап барлығы осылай ұнымыз еріп, пиязымызға араласып болғаннан кейін, енді келесі кезекте қайнап тұрған суды құятын боламыз. Қыздар, суды көп мөлшерде құйып жүрмеңіздер. Сәл ғана біздің пиязымыз батып тұрғанша ғана құямыз. Одан кейін барлық тауық еттерін дәл сол үстіне, судың үстіне, яғни барлығын видеодағыдай араластырып салып шығатын боламыз. Осы кезде газды тағы да бір қаттырақ ашып жібереміз, өйткені суымыз жақсылап бір бұрқ етіп қайнауы керек. Осылай бұрқ етіп қайнағаннан кейін үстіне сырды үккіштен өткізіп, ұсақ түрінен осылай беттеріне сеуіп шығатын боламыз. Табамыздың бетін жауып, тағы да бір 10 минутқа бұқтырылып піскенше орташа газда тауық етін пісіріп алатын боламыз. Мінекей тауық еті өте дәмді, әдемі болып пісті. Гарнирге пюремен немесе күрішпен берсеңіздер де болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.